Ирак. Бұл туралы көпшілік естігенімен, жақыннан жақсы білетіндер аз елдердің бірі. Көп адамға ол тек қақтығыстар мен шөл далалармен белгілі болып көрінеді. Иә, бұл оның соңғы тарихының бір бөлігі. Бірақ көпшілік ұмытып кететіні, біз әлемнің орталығы болған жер туралы айтып отырмыз. Осы жерде алғашқы қалалар дүниеге келді. Адамзат тарихындағы ең көне аңыздар пайда болды, және мыңдаған жылдар бойы үзілмей келе жатқан дәстүрлер әлі де сақталған. Бүгін жер шежіресі арнасы сізді жер шарындағы ең қызық, күрделі әрі таңғажайып орындардың бірі Иракқа жетелейді. Ирак таяу шығыстың жүрегінде көне заманда құнарлы жарты ай деп аталған аймақта орналасқан. Бұл атау тарихтағы алғашқы өркениеттер пайда болған өңірді дәл сипаттайды. Елді солтүстіктен оңтүстікке қарай екі өзен, Кигр мен Ефрат кесіп өтеді. Дәл осы өзендердің арасында алғашқы қалалар, алғашқы суару жүйелері және жазу өнері пайда болды. Бүгінге дейінде осы өзендер елдің ауыл шаруашылығының негізгі тірегі болып отыр. Өйткені олардың аңғарынан тыс аймақтар Куаң және Аптапты. Солтүстікке ландшафт өзгереді. Күрдистан аймағы таулы, шыңдары 3000 метрден асатын жоталары бар. Климат жұмсақтау, кей мезгілдерде қар да жауады. Ал елдің орталығы мен оңтүстігінде өсімдігі аз, аптап ыстығы басым, кең жазықтар жайғасқан. Бұл өңірде шексіз көрінетін құм төбелері бар Анафут шөлі де орналасқан. Климат өте қатал. Жазда ауа температурасы 50 градустан тан асып кетеді. Ал қыста әсіресе таулы аймақтарда суық тосыннан соғады. Астанасы Бағдад. Кигр өзенінің жағасында елдің орталық бөлігінде орналасқан. Қалада шамамен 8 миллион халық тұрады. Ол тарих пен қалалық хаос және үздіксіз қайта қалпына келтіру әрекеттерінің тоғысқан жері. Парсы шығанағында ең танымалы Вавилон мұнарасы. Ол ежелгі Вавилон маңында болған деп көпшілік сенеді. Уақыт өте келе бұл өмір талас нысанына айналды. Парсы, Грек, Рим, Араб және Осман империяларының барлығы бұл жерден өтіп керен із қалдырды. 20 ғасырда Осман империясы құлаған соң, Ирак Британияның қол астына өтті. 1921 жылы елде монархия құрылды. Бірақ 1958 жылы болған революция республика орнатты. Осыдан кейін мемлекет бірнеше рет төңкерістер мен диктатураларда бастан кешірді. Осындай жағдайда 1969 жылы билікке Саддам Хусейн келді. 1980 жылдары Ирак Иранмен 8 жылға созылған соғыс жүргізді. Кейін 1990 жылы Кувейтке басып кіріп, бұл Парсы шығанағындағы соғыстың басталуына себеп болды. 2003 жылы ақш бастаған коалиция елге басып кірді. Билік жойқын қару жасырды деген еш дәлелденбеген айып тақты. Саддам тұтқындалып, сотталып, өлім жазасына кесілді. Содан бері Ирак ішкі және діни қақтығыстарға қарамастан қайта еңсе тіктеуге тырысуда. Көпшілік Иракты тек Бағдадамен байланыстырады. Алайда бұл ел одан да бай әрі ауқымды, әсіресе рухы мен тарихы бар орындарды сүйетіндер үшін. Оның бастауын ежелгі Вавилоннан алуға болады. Саддамның қаланы қайта тұрғызуға бағытталған мегаломаниялық әрекеттеріне қарамастан, мұнда әлі де таң алдыратын түпнұсқа қалдықтар сақталған. Мысалы, Иштар қақпасы. Бұл қазіргі заманғы көшірме, бірақ ежелгі Вавилон астанасының ұлылығын айқын сездіреді. Жақын маңда Борсипа зиккуратының қирандылары орналасқан. Ол көпшілікке аңызға айналған Вавилон мұнарасымен байланыстырылады. Оңтүстікте Ур зиккураты бар.
4000 жылдан астам тарихы бар сатылы пирамида. Аңыз бойынша, дәл осы жерде еврейлер, христиандар мен мұсылмандар үшін ортақ тұлға саналатын Ибрахим Абрахам дүниеге келген. Солтүстіктің ең шетінде Ирак Күрдистанның астанасы Эрбил ерекше көзге түседі. Мұнда әлемдегі ең көне үздіксіз қоныстанған елді мекендердің бірі болып саналатын бекіністі цитадель орналасқан. Ал Иракты тек құмды шөл деп ойлайтындар үшін елдің оңтүстігіндегі батпақтар бұл пікірді теріске шығарады. Ирак ресми түрде ислам елі саналады. Бірақ көпшілік біле бермейтін жайт, ислам дінінің ішінде екі ірі ағым бар. Және дәл осы айырмашылық елдің болмысын айқындайтын басты факторлардың бірі болып отыр. Бір жағында сунниттер. Олар мұсылман елдерінің басым бөлігінде көпшілікті құрайды. Екінші жағында шииттер. Ирак халқының шамамен 60% құрайды. Бұл екі ағым арасындағы жіктеліс пайғамбар Мұхаммед қайтыс болғаннан кейін басталып, тарихтағы ең ұзаққа созылған даулардың біріне айналды. Қарапайым тілмен айтқанда, сүнниттер Мұхаммедтің орнын басатын жетекшіні қауым өзі таңдауы керек деп санады. Ал шииттер болса, басшы міндетті түрде пайғамбардың әулетінен, дәлірек айтқанда, күйеу баласы Әлиден болуы керек деп есептеді. Бұл алауыздық ғасырлар бойы жалғасып келді, және Саддам Хусейн дәуірінде Иракта тіпті шиеленісіп кетті. Бұрын айтқан оңтүстіктегі батпақтарды есіме түсірші. Оларды бөгеттер мен каналдар арқылы құрғату жай ғана экологиялық шара емес еді. Саддамның өзі сүннит болатын, ал батпақтарды құрғату оның билігіне қарсы көтерілген шииттерді жазалаудың тәсілі болды. Араб асханасын тек киббе мен сфиха тағамдарымен шектеледі деген ойды ұмыт. Ирактың гастрономиясы 1000 жылдық дәстүрлерден бастау алып, өзіндік айқын дәммен ерекшеленетін асхана. Солардың ішінде ең танымалдарының бірі маскуф. Бұл тұщы су балығын көбелек тәріздетіп қақ жарып, құрма пальмасының ағашынан жасалған шоқта баяу қақтап дайындайтын тағам. Тағы бір кең тараған тағам долма. Ол дәмдеуіштер мен күрішке толтырылған көкөністерден дайындалады. Сондай-ақ кәуап та бар. Бірақ Иракта оны ерекшетіп, мысалы, айран мен сарымсаққа маринатталған қой етінен жасайды. Ирак асханасы туралы айтқанда, нанды айналып өту мүмкін емес. Айтуларынша, нан алғаш осы ежелгі Месопотамия жерінде пайда болған. Ол кезде нан жалпақ, әрі құрғақ болып, оны жұмсарту үшін суға малып жейтін. Қазіргі дайындалу тәсілі өзгергенімен, нан әріде қасиетті саналады және әрбір ас мәзірінің ажырамас бөлігі. Кейбір дәстүрлі үйлерде ас кілем үстіне жайылып, жерде ішіліп, ал ас құралдары көбіне тек сән ретінде қойылады. Көп тағамдарды қолмен не қасықпен жейді. Дастархан басында өзіндік әдеп қағидалар да бар. Мәселен, егер сізге бір нәрсе ұсынылса, оны бірден қабылдамай қою әдепсіздік саналады. Сондықтан, үй иесі бірнеше рет ұсынады. Кеңес. Кем дегенде аздап болса да қабылдаған жөн. Егер тойғаныңызды білдіргіңіз келсе, қолыңызды кеудеңізге қойып, риза екеніңізді айтыңыз. Ал табақтағы асты толы жеп қою сіздің тағда алғыңыз келетін белгісі ретінде түсінілуі мүмкін. Күнделікті әдет ғұрыптар сияқты ирактықтарда да сан алуан салт бар. Олардың ішінде ең әсерлілерінің бірі үйлену тойлары. Шындығында ирактық той нағыз көрініс. Тек доман ғана емес, қалыңдық пен күйеу жігітті таңдаудан бастап, ресми неке қию рәсіміне дейінгі бүкіл жолды қамтитын ғұрыптармен ерекше. Көп жағдайда неке қию әлі де екі отбасының келісімі арқылы жүзеге асады. Кейде әсіресе ауылдық жерлерде қалыңдық пен күйеу жігіт тойға дейін бір-бірін мүлде көрмегенде болу мүмкін.
Қызығушылық туындаған кезде екі отбасы бір-бірін жан-жақты зерттей бастайды. Бұл кейде қылмыстық тергеуге ұқсайды. Беделі, діні, қаржылық жағдайы, тіпті генетикасы да қаралады. Ресми рәсімнің алғашқы кезеңі масия деп аталады. Бұл екі жақтың ер адамдарымен өткізілетін кездесу, онда ресми түрде құда түсу сұралады. Одан кейін жүзіктер алмасу рәсімі өтеді. Содан соң бірнеше бөлек мерекелер басталады. Бірі күйеу жігітке, екіншісі қалыңдыққа, тағы бірі туыстарға, ал кейде тек әйелдерге арналған жеке тойларда ұйымдастырылады. Кейбір өңірлерде қалыңдық судьяға немесе дін өкіліне иә деген жауапты ресми неке қиылғанға дейін 40 рет қайталауы мүмкін. Тағы бір қызық дәстүр. Рәсім кезінде қалыңдық аяғын гүл салынған су құйылған ыдысқа салады. Екі әйел оның басына ақ мата ұстап тұрады. Ал үшіншісі қалыңдықтың үстіне қант себеді. Бұл болашақтағы тәтті өмір мен игі тілектің белгісі. Енді діннен де ұлттан да, шекарадан да биік тұратын бір құмарлық жайлы айтайық. Ол футбол. Иракта бұл спортқа өте зор мән беріледі. Шиит болсын, суннит болсын, күрт болсын, доп-домалай бастаған сәттәқ бәрін біріктіретін жанкүйерліктің дауысы мен эмоциясы аспанға шығады. Тіпті ең қиын қыстау кезеңдердің өзінде де матчтар тоқтаған емес. Әрине үлкен стадиондарда өтетін ойындар бар, бірақ кейде ештеңе жоқ құмда алаңқайларда да футбол қызып жатады. Қақпаның орнына тастар қойылып, жалаңаяқ балалар Месси, Роналду деп айғайлап ойнайды. Кедей аудандарда жастардың көше арасында, автокөліктердің ортасында, бар мен базар қылып, доп қуып жүргенін жиі көруге болады. Қарапайым алаң болса да, құмарлық пен қуаныш шексіз. Соңғы жылдары Ирак тағы бір қазынасын қайта ашып жатыр. Ол өз тарихы. Бір футбол алаңы мен екіншісінің арасында Иштар қақпасының мозаикаларын қалпына келтіру жобалары іске асуда. Ефрат өзенінің батпақты алқаптарында жергілікті гидтерді дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Сондай-ақ күрд отбасылары саяхатшыларға кесте тігу мен ұлттық ас әзірлеуді үйрету үшін үйлерінің есігін айқара ашуда. Керуендердің орнына енді арқасына рюкзак асынған саяхатшылар келеді. Пергаменттердің орнына смартфондар пайда болды. Бірақ мәні өзгерген жоқ. Адамдар тарих басталған жермен жаяу жүріп танысуда. Ал енді айтыңызшы, осы қызықтардың қайсысы сізді көбірек таңғалдырды? Саддамның Вавилонды қайта тұрғызуы ма? Әлде қанттың дәрі ретінде қолданылуы ма? Жоқ па, аяқ астына гүл төгіліп, басына қант себілетін ерекше үйлену дәстүрі ме? Пікірлерде бөлісіміз. Егер бейне ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыз және қоңырау белгісін қосыңыз. Келесі сапарда жер шежіресі сізді әлемнің тағы бір ғажайып бұрышына алып барады. Кездескенше.